Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге қызыл мақпал, яғни красный бархат тортының оригинал рецептісімен бөлісемін. Ешқандай миксерді қажет етпейді. Жай ғана венчиктің көмегімен өте биік, жұмсақ, әрі нәзік корждар жасайсыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Ыдысымыз құрғақ және де таза болу қажет. Жұмыртқаға қантымызды салып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша, қантымыз кішкене ергенше жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз және де айранымызды құямыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырсаңыздар болғаны. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ұнға крахмалды, разрыхителімізді және де құрғақ красителімізді. Мен құрғақ болғандықтан красительді ұнға салып жібердім. Сонда ыдыстарыңыз қып-қызыл болып болғанбайтын болады. Егер сіздерде сұйық краситель болса, айранға араластырып құйсаңыздар болады. Ұнымызды ұнилегішпен өткізіңіздер. Міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліп, ұнилегішпен өткізе отырып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырасыздар. Міне осындай өте әдемі корждар пайда болады. Дәл осы сұйықтығымызды 2 бірдей формаға жайғастырамыз. Теңдей ортасынан бөліп, бір тегіс етіп, қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут көлемінде пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыздар. Міне осындай өте әдемі корждар пайда болды. Қараңыздар, жұмсақ болып шыққан. Осының бетіндегі шығып тұрған артығын алып аламыз, кесіп, бізде бұны ұнтақтап торттың жан-жағына қолданатын боламыз. Яғни 2 коржды теңдей ортасына бөліп, бізде 4 корж пайда болады. Міне 4 коржымызды дайындап кесіп қойдық. Енді кремін жасайтын боламыз. Бізге креміне творожный сыр қажет болады. Мен коллег творожный сырын қолданамын. Дәмі сондай керемет болып шығады. Дәл осы творожный сырды қолдануға кеңес беремін. Және де үстінен қантымызды саламыз. Яғни қант ұнтағын салып, біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Сонда біздің креміміз өте тынық, әдемі болып шығатын болады. Міне біркелкі болған соң үстінен сливкиімізді құямыз. 33%-дан жоғары сливкиді қолдансаңыздар болады. Миксердің жай жылдамдығымен бастап, әр минут сайын көтеріп отырыңыздар. Крем өзі дайын болғанда өте қою болады. Міне біраз миксерлеген соң креміңіз қойылына бастаған кезде бұл креміміз дайын деген сөз. Қарасаңыздар, өте қою, өте әдемі болып шықты. Біздің креміміз дайын. Енді тортты жинайтын боламыз. Кішкене астына крем жағып, корждарды кезек-кезек қоятын боламыз. Мен корждың үстіне пропитка құйдым. Менде қант пен суды қайнатып, пропитка жасап алдым. Толығымен жағып шығасыздар, сонда сіздердің кремдеріңіз коржға сіңіп, өте дәмді, жұмсақ торт болып шығатын болады. Енді әр корждан соң 3 ас қасық толтырып, кремімізді салып шығатын боламыз. Лопатканың көмегімен немесе шпательдің көмегімен бір тегіс етіп жағып шықсаңыздар болады. Тағы да үстінен коржымызды құямыз. Оның үстінен тағы да пропитканы құямыз. Әр корждан кейін пропитканы құйып шығыңыздар. Үстінен тағы да кремімізді құйып, дәл осылай тортымызды жинап шығатын боламыз. Ең соңында бисквиттің астыңғы жағын қойсаңыздар, торттарыңыздың беті өте тегіс, әдемі болып шығады. Ең соңына кішкене жұқа етіп крем жағып, кольцоға орап, бетін жауып, мұздатқышқа 5-6 сағатқа қойып қойсаңыздар, креміміз сіңіп тұрады. Уақыт өткен соң мұздатқыштан шығарып, тағы да қалған кремді алып, барлық жеріне бір тегіс етіп жағып шығасыздар. Міне, ал бетіндегі алып қалған коржымызды қолымызбен немесе блендермен ұсақтап, торттың жан-жағына толығымен жабыстырып, үстіне сеуіп шығасыздар. Енді әркімнің торт әрлеу өз еркінде. Мен шет-шетіне ғана қойдым. Ал ортасына әр түрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады.
Қыздар, дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап заказ қабылдасаңыздар да болады. 100% оригинал рецепт, қыздар. Еш өкінбейсіздер, өте биік әрі нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.